Сәлематсыздар ма достар? Бүгін наурыз айының 28-і Жұбанов университеті аудан қала мектептерінің 11 класс оқушыларын қазақ тілі әдебиеті бейіндік пәні бойынша олимпиадаға жинауда. Бүгін оқушылар тест тапсырып эссе жазады. Бүгінгі күн қалай өтті? Байқау нәтижесі қандай болды? Бізбен бірге тамашалаңыз. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Менің аты-жөнім Қайсарқызы Шаттық. Мен Ырғыз ауданынан келіп отырмын. Болашақта осы қазақ тілі әдебиеттен филология мамандығын таңдағым келеді. Осы Жұбанов университетіне түскім келеді. Осы олимпиадада үмітім өте көп, грантты жеңіп алғым келеді. Сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Есімім Нұрлан Шапағат, нөмір 4 алға орта мектебіненмін. Бүгін көңіл күйім керемет, бүгін жетістікпен ораламын деген үміттемін. Бүгінгі олимпиададан тек қана әділдікпен керемет көңіл күй кешемін. Дайындығыңыз қандай? Дайындығым жақсы деп ойлаймын. Болашақта жақсы результат көрсете аламын деген үміттемін. Сәттілік тілейміз. Үлкен рахмет. Мен Бекарысқызы Алия, нөмір 7 Хромтау мектеп гимназиясынан келіп тұрмын. Осы Жұбановқа келген себебім өзімнен бақ сынап, дайындығымды көргім келеді, өзімді тексергім келеді. Мен тамыз айынан бастап қатысып жатырмын, соның жемісін көремін деген ойдамын. Тіл мен әдебиет, қазақ тілі әдебиетін таңдап олимпиадаға келіп отырған мектеп оқушылары, бұл кабинетте 20 оқушы тест тапсыруда. Жақсы нәтиже көрсеткендер екінші турға эссе жазуға өтеді. Оқушыларға сәттілік тілейміз. Олимпиаданың эссе турынан кейін қазақ филологиясы кафедрасының PhD докторы Көшкімбаева Айнұр Серікбайқызы оқушылармен әдістемелік тренинг өткізді. Тренинг барысында оқушылар бір-бірімен жете танысуға мүмкіндік алды. Енді сіз бүйтіп айтасыз. Ақкөңіл Айнұр, ал мен Сымбатты Сымбатпын деуіңіз керек. Енді сіз менің атымды және Сымбаттың атын өзіңіздің қосып айтасыз. Менен бастаңыз. Ақкөңіл Айнұр. Мен Сымбатты Сымбат. Сымбатты Сымбат. Айым. Ақылды Айым. Сіз. Ақкөңіл Айнұр апай, Сымбатты Сымбат, ақылды Айым, ақжарқын Айдана, парасатты Перизат, шыншыл Шаттық, Бақытты Бақыт, қарапайым Қарақат. Ал біздер бәріміз хормен сенің арманың орындалады деп 3 рет айтамыз. Айтамыз. Мен білімді, парасатты, еңбекқор ұстаз болғым келеді. Сенің арманың орындалады. Сенің арманың орындалады. Сенің арманың орындалады. Рахмет, отыра ойыңыз. Келесі. Кім шықсы келеді? Өзімнің жеке кітабымды шығарғым келеді. Және үйсіз жануарларға период ашқым келеді. Сенің арманың орындалады. Сенің арманың орындалады. Сенің арманың орындалады. Тағы. Мен ұялшақпын, бірақ жақын танысса жақсы дос бола білемін. Жарайды. Тағы. Бәріміз әуелі қолымызды тұтатамыз. Мынау жаңбыр, бірінші басталған кезде бұл қысылдар тама бастайтын екен. Бәріміз істейміз. Белгілі бір қобалжу келдім, одан кейін жаңа орта болғандықтан, жаңа адамдар болғандықтан не күтерімді білмедім. Бірақ қазіргі таңда барлығы өзім секілді қарапайым жандардың ортасында болғандықтан, барлығы да бірдей нәтиже, керемет көрсеткіштер көрсетіп жатқандықтан, өзімді де өзгелерге де сене отырып нәтижелі жеткізуді айтқым. Басында келген кезде көңіл күйім өте жақсы болды, бірақ қазір де өте жақсы. Сіздерге көп рахмет айтамын, осылай жаңа ортамен таныстырып жатқандарыңызға, осылай ұйымдастырып жатқандарыңызға. Енді басында келгенде шамалы қобалжулар болды, бірақ көңіл күй өте жақсы. Барлық тесттер де өте жақсы болып жатыр. Сіздерге өте көп рахметімді айтамын. Жақсы, рахмет. Жақсы. Енді мына қолдарыңызға берген қағазға өздеріңіздің тілектеріңізді жазып, сол тілегіңіз орындалсын деп, тілек ағашына тапсыруларыңыз керек.
Кореяға саяхат деп аталатын тренинг. Мен осы Жұбанов университетіне алғыс айтамын. Ары қарай осылай дамып, білімді мұғалімдер көбейе берсін. Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті факультетіне грант ұтып алсам екен. Менің тілегім биыл грантқа оқуға түсіп, қалған маман иесі болып, ата-анамның үмітін ақтау. Мен осы Жұбанов университетінің шетел мемлекеттердің университеттерімен бірге болғанын тілеймін. Сіздің топ келе қойыңыздар. Сіздер отырыңыз. Жете берсін, грант иегері атанғым келеді. Жұбанов университетінің алдағы уақытта сәттілік пен мол табыс тілеймін. Менің қазіргі тілегім, мақсатым грант иегері атану. Грантқа түсіп жақсы маман иесі болу, әрбір сәтің бақытқа толы болсын. Бұл мен пеншім алмағым. Мен барша ұстаздар қауымына алғыс айтамын және сіздерге мол табыс пен денсаулық тілеймін. Жоғары оқу орнына еш қиындықсыз түсіп, кетуді үздік болуды тілеймін, сәттілік болсын. Ең болғандардың ішінде осы арада отырғандардың сіздердің тілектеріңіз бар ма? Иә, жоқ, тапсырылып тұрған. Ең айтылған көп тілек қайсы? Жақсы, рахмет, жапсыра беріңіздер, Анаға. Мен Бекарысқызы Алия, номер 7-ші храмда мектеп гимназиясынан келіп тұрмын. Осы жақта бір 5 сағатта жүрсем де барлығына бауыр басып қалдым. Универдің іші қатты ұнады, бір интерьері барлығы. Бәрінен бұрын мен осы болашақ группаластарым деп ойлаймын, осы қыздарды. Солардың барлығына бауыр басып уже дос болып кеттік, бірімізден номер сұрасып, солай одан әрі достығымыз жалғаса берсін. Бұйырса барлығымыз жоғары деген балды жинап, осы универде басымыз қосылсын деп тілеймін. Және мен қазақ тілі әдебиет таңдап отырған себебім, өйткені өзім жаңағы қазақ тілі ойлайды ғой, көбісі оңай деп. Бірақ жаңағы ол жақта не көп, мысалы выбор көп, өзімді таныта аламын, телевизорден көрсете аламын, болашақ журналист болғым келеді. Сол себепті бала кезіндегі арман орындалып келеді. Арманыңызға жетуге тілектеспіз. Құрметті оқушылар, біз бүгін сіздермен жақсы, жақынырақ танысу үшін осындай шара ұйымдастырылып мінекей. Өзінің шарықтау шегіне жетуге таяу. Қазір шамалы уақыттардан кейін сіздер өздеріңіздің эсселеріңіздің, тесттеріңіздің бағасын естіп, бағалауды естіп, өзіңіздің біліміңізді бір сынап келіп отырсыздар ол іштерге. Барлығыңызға да сәттілік тілеймін. Бүгінгі мына менің осы ұйымдастырған тренингіме белсене қатысқандарыңыз үшін үлкен алғыс айтамын. Жұбанов университеті ұйымдастырған 11 класс оқушыларының олимпиадасының қорытындысын шығару үшін филология факультеті қазақ филологиясы кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы жұмыстарды тексеріп, әділ шешімін нәтижесін шығару барысында жұмыс жасады. Мен әдебиеті пәні бойынша Жұбанов керуені бағдарламасы аясында Жұбанов олимпиадасы дәстүрлі түрде жыл сайын өткізіліп келеді. Бұл шарада бүгін биылғы жыл жақсы жалғасын тауып жатыр. Өзінің балығыменен жақсы, өзінің ойыменен жаңа эссе жұмысында да және тест жұмысында ұстаған кезде де өзінің ерекше білім көрсете білген оқушыларға алғыс хат тапсырғым келеді. Республикасы білім және ғылым министрлігі Құдайберген мен Жұбанов атындағы Ақтөбе университеті алғыс хат 11 класс оқушылар арасында ұйымдастырылған Жұбанов олимпиадасына белсенді қатысып, жоғары нәтиже көрсеткені үшін дейді Терімбек Жүргенов атындағы жалпыға білім беретін орта мектебінің 11 класс оқушысы Қайсарқызы Шаттық марапатталды. Факультетіміздің тәрбие жөніндегі деканның орынбасары Өмірбай Айбатайұлы. Осы олимпиадамыздың өзінің жеңісі бар, әрбір олимпиада жеңіліс бар дейді, әрқашан осы қатысқандардың өзі қаншама бүгін жеңіс деп ойлаймыз. Сол жеңістің арасынан болашақта 35% жеңілдік, 11 класс оқушылар арасында ұйымдастырылған Жұбанов олимпиадасына қазақ тілі мен әдебиеті бейіндік пәні бойынша қатысып, 3-ші орынға иеленген Ақтөбе қаласының нөмірі 51-ші мектеп гимназиясын Тыныштық Назгүл Азаматовна. Жеңілдік Байғанин ауданы нөмір 4-ші Қарауылкелді орта мектеп гимназиясын Арғынбай Фариза Көшбай
Жұбанов гранты сертификат Шалқар ауданы Үргенішбаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің оқушысы Айдана құтты болсын. Жақсы, көп рахмет сіздерге қатысқандарыңызға. Олимпиада өз жалғасын табады деген ойдамыз келесі. Жақсы, әлемде жаңа айттыңдар, бұл енді өздеріңіздің бақ қатар шапқан күн болды. Енді мына алған алғыс хаттарыңыз, сертификаттарыңыз бәріңіз құтты болсын. Жақсы игіліктеріңе пайдаланыңыздар. Бірақ өмірдегі мақсат бұл бүгінгі жаңа олимпиада жеңуші болу емес, сіздердің өмірдегі мақсаттарыңыз алда үлкен сынақ келе жатыр. Ұлттық бірыңғай тестіне өте жоғары жақсы балл жинап, мемлекеттен берілетін гранттың иегері атануына тілектеспін. Бәріңізді де осы жұптардың осылай жазылмай тұрғанда, қазақша айтқанда мұрттарын бұзылмай тұрғанда, осы университеттің табалдырығынан көремін деген ойдамын. Ал енді айтатындарыңыз бар ма, өздеріңізге қатысты сөздеріңіз болса, осы жерде тілектеріңізді айтып кетсеңіздер. Қайтадан қайырлы күн. Бүгінгі жарыс өте жақсы деңгейде өтті. Құрбылармен таныстық, бір-бірімізбен жақсы қарым-қатынас жасап, тренинг болып, бұның өзі бір тәжірибе, ортамен араласу деген. Жарыста әділ түрде өтті деп ойлаймын. Жалпы қиында болды, оңайда болды, аралас болды. Бүгінгі күн үшін осындай бір түске шейінгі уақытта, мысалы біз күнделікті күнде ондай көп нәрсе істеп үлгермейтін едік. Ал бүгін осы жарты күннің ішінде біраз мағлұмат алып, адамдармен танысып, өте белсенді күн болды. Сол үшін көп рахмет. Жұбанов университетіне алдағы уақытта мол табыс тілеймін. Рахмет айтқым келеді. Жаңа орта кішкентай ғана уақыт болса да өте ерекше сезім болды, және сіздерге, ұстаздарға бәріне рахмет айтқым келеді. Мынандай бір жеңілдік, ол өзімізге көп оқушы болсақ та, бір өзіміздің деңгейімізді көріп, кейін одан әрі дамытуға бір кішкене ықпал болды деп санаймын. Сол үшін алғыс айтамын. Алған жаңағы сертификаттарыңыз, бұл егер де сіздер ертең мемлекеттік грантқа оқуға түсірмей алсаңыздар, енді бетармен сол кезде осы сертификаттарыңызбен келіп, біздің осы қалаған өзіміздің оқу орнында оқуларын жалғастыруға болады. Сізге жаңа 50% өтеуме сізге бір жылға берілген толық Жұбанов гранты. Сондықтан да ал мемлекеттік грант ұтып алып жатсаңыз, тіптен жас Егер мемлекеттік жаңа енді алған жағдайда грантта бұл сертификат күші жойылды. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Оқушылар олимпиадасы өз мәресіне келіп жетті. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.